Бақыт дегеніміз не? Деген сұраққа бір сөзбен жауап беру қиыншылық тудырады, себебі әркім бақытты әрқалай түсінеді. Тіпті адам өмірінің әрбір кезеңінде түрлі материалдық және рухани құндылықтарды бақыт деп есептейді. Әдетте үлкен кісілер бақыттың ішіне бәрі де сыяды деп жатады. Менің ойымша, бұл өте орынды сөздер. Мысалға, біреу үшін деннің саулығы бақыт болса, енді біреуінің ойынша, ол отбасы мүшелерінің амандығы, тағы басқа адам бақытты байлықтан іздейді. Есейе келе, менің де бақыт жайлы ой, пікірім өзгерген сияқты. Мысалға, бала күнімде мен үшін бақыт дегеніміз жаңа ойыншық, әдемі көйлек, ата-анаммен қыдырып, ойнау бақыт болса, қазір есейе келе мен үшін бақыт, ол сабағымды жақсы оқып, ата-анамның маған артқан үмітін ақтап отырғаным. Бақыттың ұғымы өте кең, өміріміздің барлық жағын қамтиды. Дегенмен де, әр адам бақыт дегенді әр түрлі түсінгенімен де, барлық адам бақытты болуға лайықты деп ойлаймын.